белгілі бір фильмдерде жалпы біз көретін дәулетті бай адамдар өздерінің жеке бөлмесінде қымбат тақтайшадан жасалған шахмат ойынын ойнап отырады. Оларға тіпті қарсыластың қажеті жоқ. Өздерімен өздері іштей сырласып, ішкі күйзелістерін шығару дейміз бе, жалпы бізге ондайды түсіну қиын. Ал бүгінгі бағдарламада бізге ешқандай дәулеттің, байлықтың қажеті жоқ. Тіпті күйзелісте шығармаймыз, біздің бар байлығымыз кешегі салт дәстүрімізден жеткен 9 құмалақ ойыны. Армысыздар қымбатты көрермен, эфирде Спортлайф бағдарламасы. Біздің мақсат дәл осы 9 құмалақ ойын сіздерге қысқаша оның ережесін, құндылығын жеткізу. Алдағы уақыт шынымен де қызықтарға толы болмақ, себебі біз бүгін 7-ші оқушылар үйіне келдік. Дәл осы ортада, дәл осы 9 құмалаққа жанашыр Бибеков Еркебұлан ағамыз қазір алдымызда. Бірінші сұрақтан бастайын. Неге 9 құмалақ біздің елімізде қарқынды дамый алмай жатыр? Бұған не себеп? 9 құмалақ жалпы 20 ғасырға дейін, Кеңес өкіметі құрылғанға дейін қазақ даласында кеңінен танылған. Абай аталарымыз мысалы өте ерте заманда осыдан жарыстар өткізіп, үйір жылқы тігіп, өзі 9 құмалақты сүйіп, жалпы 20 ғасырға дейін қазақ даласында жалпы көшпелі елдердің арасында өте кең дамыған. Кейіннен Кеңес өкіметі құрылғаннан кейін идеология басқаша болды да, 9 құмалақ мүлдем құмар ойын деді, адамның ойын бұзады деді, сонымен ойынымыз 20 ғасырда мүлдем жоқ болып кетті. Демек, біздің кезегімізге дейін біздің ата-бабамыз бұл ойында қызық үшін ойнады. Қызық үшін дегенмен де көбінесе жас баланың ақыл ойын, өрісін дамытып, сабырлыққа, төзімділікке, шыдамдылыққа жетелейтін ойын болды. Енді ол білімге, ойға келгенде тікелей тоқталамыз, оған бөлек. Жалпы мынандай әңгімелер бар ғой. Кезінде біздің ата-бабамыз енді көбіне қой бақты, мал бақты. Сол кезде дәл осы ойынды ойнайды деген әңгімелер бар. Бұл қаншалықты рас? Ол негізгі 9 құмалақтың шығу тарихы сол қойшылар алгебрасы деп аталады. Жалпы қой баққан адамдар, екі қойшы далада кездеседі екен да, аңыз бойынша жерден ұяшық қағып, жаңағы кепкен қойдың құмалағына салып, сонымен уақыт өткізіп ойнаған екен алғашында. Демек 9 құмалақ деп аталуына осы себеп. Негізгі себеп сол құмалаққа байланысты болсын, 9 құмалақ деп аталып тұр. Ал ол кездегі ереже, бүгінгі ереже қандай өзгерістер бар ма? Көп өзгерістер бар. Сол алғашқы осы күнгі ережелерді 20 ғасырдың орта тұсында қазақ зиялылары осы 9 құмалаққа жанашып, жаңағы Кремльге хат жазып, сол жерде алғаш бекітілген ережелер, қазіргі ережелер. Ағылшын тарихшысы археолог Эрнест Маккейдің айтуынша, 9 құмалақ 5000 жыл бұрын Азия аумағында тайпалар арасында кеңінен тараған ойын. Ерте кезеңде қойдың құмалағын пайдаланып, жерді қазып, тақтайша жасаған. Жақсы, енді ойынды бастамас бұрын уақытқа тоқталайық. Бұл не үшіндір, бұл нені есептейді, осыны түсіндіріп өтсеңіз. 9 құмалақ шахмат сияқты ойындарда мынандай сағат қойылады. Сағат негізі ұйымдастыру орталықтарына ойнастырып, мысалы жарыс ұйымдастырған жер, мысалы блиц өткіземіз десе 7 минуттан қойып береді, рапид өткіземіз десе 20 минуттан, классик өткіземіз десе 1,5 сағаттан қойып береді. Мына жерде егер ойыншы мысалы 80 тас жинап тұрса да, уақыты бітсе ойыннан ұтылады. 9 құмалақ тақтасы жалпы 9 отаудан тұрады, 9 отау. Оның әрқайсының атауы бар. Енді сол атауларына байланысты ол мысалы мынау арт деп тұр. Мына жалпы тұрған тастың ең арт жағы деген сияқты болады. Мысалы бел десе, мынау тура ортасын айтып тұр, бел басар деп. Мынау енді 9-шы маңдай деп тұр, оның маңдайы. Мына жақтың алдыңғы жағы деген сөз. Мынау арт жағы болып саналады. Сол сияқты. Одан кейін ортада 2 қазан болады. Міне, 2 қазан. Оны енді жүріс бастаушы мысалы мен бастасам, мен жақта қазан ақ деп аталады. Ал сіз жақтағы қазан қара қазан деп аталады. Қазан мысалы мен жүрісті алып былай тас жесем, менің қазаным мына жақта тұрады, қарамаға сіз жақта тұрады. Ол баяғы тас салуға ыңғайлы болу үшін болу керек. Ал сіз жақтағы мына жақта тұрады. Бұның жастарға берер әсері, есептеу, миды дамыту, осыны тікелей айтып өтсеңіз. Бұл ойын негізі қазір мысалы сіз мен жүргенше сіз отырасыз. Сабырлық керек сізге, шыдамдылық керек. Негізгі неменесі сол сабырлық пен шыдамдылыққа, төзімділікке соған апарады. Жалпы ары қарай есеп түгел есепке айналатынын, есепте түгел
қосу алу, тас жеу, жұпсан жеу, тақсан жеу, соның бәрі есеп. Ары қарай әр ойыншы өзінің кез келген сәтте бір жеке шешім шығаруына, жаңа жас ұрпақтың тезірек шешім шығаруына, жүріс жасау кезінде мысалы қорықпай ананы жеп өзінің тасын бергенде, жаңа тәуекелге бару деген сияқты жас ұрпаққа берер тәрбиелік маңызы зор. Қымбатты көрермен, көргендеріңіздей ағамыз бізге түсіндіріп өтті. Сырттай көргенде жалпы тастарды алып қазандарға бір салып шығу оңай сияқты көрінеді. Ал негізінде тұнып тұрған математика. Бұл жерде баспен ойлану қажет, есептеу қажет, жаңа өзіңіз айтқандай үлкен сабырлық керек, шыдамдылық. Яғни құры жүріс бұл ойынның берекетін ашырады. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен бой теңестіре алатын рухани ойын. Бұл өнердің басты қасиеті адам санасын жетілдіруге, ақыл ойын кемелдендіруге ерекше күш салады. Түркі халықтарының ұрпақ тәрбиесіне жауапкершілікпен қарайтынына осы бір құндылықтың өзі дәлел. Жасөспірімдердің дене күшінің мол болуымен қатар, ақылды болуына да көп мән берген бабаларымыз осы бір ойынды ойлап тапқан. Тоғызқұмалақты қазақ халқының құлама даналарының бәрі ойнаған. Қымбатты көрермен, біздің алдымызда дәл қазір дәл осы орталықтың ең үздік ойыншылары отыр. Біз сіздерге дәл осы бағдарламада екі ойыншымыздың тартысқа толы ойынын ұсынамыз. Сіздер өздеріңіз осы қызықты ойынға куә боласыздар деген ойдамыз. Ендеше ағамыз қазір ойынның барысын бізге түсіндіре отырып, балалардың әдіс тәсілдерін, жүріс-тұрыстарын нақты жіктеп айтатын болады. Ендеше назарларыңыз бізде болсын, қызықтың бәрі алда. Аға, енді жаңа айтып өттіңіз ғой, екі үздік ойыншым деп. Алдымызда қазір екі бала өзінің әдемі ойынын бізге ұсынбақ. Енді ойыншыларымыз таныстырып өтсеңіз көрерменге. Алдарыңызда Тұрсынайлы Ақерке, спорт шеберінен үміткер, Қазақстан Республикасының. Мынау Жанабил Ердәулет деген жігіт. Бұл да кішкене жасынан бері қатысып келеді. Алматы қаласының бірнеше дүркін чемпионы, республикалық жарыстарға қатысқан жүлделі орындары бар. Жақсы, енді өзіңіздің шәкірттеріңізді бес саусақтай білесіз деп ойлаймын. Жалпы кім жеңеді деп ойлайсыз осы тартысқа толы ойында? Бұл жерде мен енді былай анықтап айта алмаймын, бірақ Ақеркеге бәсін тігемін. Яғни Ақерке жеңеді деп ойлайсыз. Жақсы, ендеше Ердәулет, намысты бермейміз. Ойыншыларға сәттілік, бастайық. Міне мына жерде Ақерке енді қан қақпан жүрісін бастады. Ердәулет соған қарама қарсы қан қақпаннан Өз әдісін өзіне қайталады. Өз әдісін өзіне қайталап отыр. Мына жерде Ақерке өз тастары жұппен тұр ғой, соны тақ қылмас үшін маңдайдан жүріс бастады мына жерде. Енді қазір Ердәулет естиді? Ердәулет енді оған тастарын тақ қылу үшін көк мойнынан жүріс жасады. Міне, екі тасты жеді, жұпсан қып. Түсінікті. Міне Ақерке мына жерде бел деген отауымыз бар. Ол жерден тұздық бермес үшін арада бір тасты былай бел басарға қарай лақтырды. Енді қазір ойыншылар бірнеше жүріс жасады ғой. Жалпы кім алдыда келе жатыр? Дәл қазір айту қиын. Ойынның басы бұл тұздық қойылғаннан кейін барып позицияға байланысты шешуге болады. Кім мықты келе жатқан. Әзірге ештеңе белгісіз. Әзірге ештеңе белгісіз. Жақсы. Күтеміз. Ердәулет қарсыласына міне жұпсан қып атсыратардан тас жеді міне. Бірақ тас жағынан қазір Ердәулет басым тұрғанмен қазір келесі жүрісті көреміз міне. Яғни Ердәулеттің ұпайы алда. Ұпайы алда. Ақерке міне мына жерден белден жүрді де стратегиялық жағынан тұздық алып алдыға шықты. Тас жағынан артта болғанмен стратегиялық жағынан Ақерке алдыда. Ердәулет атсыратардан жүріс қайтарды. Бұның да бір өзінің есебі бар. Бұл да тезірек тұздық алғысы келеді Ақерке жақтан. Жақсы, енді ойыншылар ойланып жатқан сәтте осы уақытқа тоқталайықшы. Бұл уақыт қалай есептеледі? Бұл уақыт шахмат, дойбыдағы сияқты бұл жерде блиц, классика, рапид деген түрлер бар. Мысалы, блиц болса 7 минуттан қойылады, екі ойыншыға да. Рапид болса 20 минуттан, классика болса 1,5 сағаттан қойылады. 1949 жылдары тоғызқұмалақты қойшылардың да қызға ойнағаны жайлы деректер бар. Сондықтан ойын тәртібін білетін қарияларымыздың сарқыншағы үзілмей бүгінгі күнге дейін жеткен. Тоғызқұмалақты қойшылар ойны деуге толықтай негіз бар.
Олар жас кездерінде қойды беткейге тастап, жерден ойын тақтасын әзірлеп, ойнайтындарын айтқан еді. Тағы бір себеп ойынның әрбір жүрісі малдың бағымы мен бабына негізделіп аталуында. Мысалы, әр құмалақты отаудан қозғарда май жалаттым, қой теледім, сиыр желіндеді, қосақ тіркедім деген сияқты тағы басқа мал шаруашылығына тән сөздер қолданылады. Әйтсе де, уақыт пен заманның ілгерілеуіне қарай тоғызқұмалақ ойыны да дамыды.